Қайраттың әйеліне жылына бір-екі рет қатты сөйлеп қоятыным бар. Қайрат Нұртастың анасы Гүлзира Айдарбекова тұңғыш келіні Жұлдыз жайлы айтты. Жұлдыздың отбасына келін емес, қыздай сіңіп кеткенін жасырмады. Менің Жұлдызым отбасымызға келін болып, өте жас келгендіктен бе, келін болған осылай болу керек деген кіршіксіз жүрегімен әрбір ісіне тиянақты мән беріп, жүрегіміздің төрінен орын алып, тез бауыр басып, қайын інілеріне туған әпкесіндей болып кетті. Тіптен қызымыз жоқ деуші едік. Алла арманымызды орындағандай, үйге кіргенімізде Жұлдыз атына лайықты, жұлдыздай жарқырап, үйімізге нұр төгілгендей, жүрегімізге шуақ шашты. Ол ма, Нұрекең екеуміздің бітпейтін әңгімеміз, қуанышымыз етіп, қос-қос ұл мен қыздарды өмірге алып келіп, өмірге деген құлшынысымызды арттыра түсті. Бүгін де менің сырласыма айналды. Ал оның дайындаған дәмін жеген де арманда, жемеген де арманда. Немерелеріміздің тәрбиесі де, баламыз сыртта жүргендіктен, барлығына өзі үлкен жауапкершілікпен қарайтыны тағы бар. Біреуін спортқа, ал бірін музыкаға, қосымша сабақтарға алып барып, қуанышын бөлісуден шектелген емес. Біздің батамызбен керегесі кеңейіп, ұл қыздары бақытқа жеткізсін деп дұға тілеумен отырамын. Айдарбекова келінін мақтай келе, оны ширату үшін қатаңдық танытатын кездерін айтты. Мен өзім жылына бір-екі мәрте піссін деп қатты сөйлеуім мүмкін. Бірақ мама, кешіріңіз деген сөзін естіп, жүрегім езіліп, ешкімге көрсетпей, жылап та алатын кездерім болады. Бетіңнен алмай, кішіпейілдікке тәрбиелеген ата-анасына мың тағзым. Құда болса менің құдағиымдай құдаларды сіздерге де нәсіп етсін Алла. Өз абысындарым да көбіне сенің құдаларыңдай құда, келіндеріңдей келін бұйыртса екен деген армандарын жасырған емес. Аллаға шүкір, әйгерім келініміз де шуағын шашып, көз тимесін деп тәубе ететіндей келін болды. Оған да шүкір. Келіннің аяғынан дейді ғой қазақ, ата-бабаларымыз, тек көз тимесін. Рас, руы кіші жүз болғандықтан бетке айтып, кейде жек көрініп қалатыны бар. Адамның сыртынан пыш-пыш өсек айтпайды. Ол мінезін мен жақсы түсінемін. Себебі анасына қарағанда маған көбірек ұқсайды. Негізі мен Жұлдызды көзінше көп мақтамаймын. Тек сыртынан күйеуіме, балама айтып отырамын. Мақтауды сіздерге де сыртынан айтып, мақтанып отырғаным ғой. Әрбір мықты азаматтың өсіп өнуінің сыры ана мен әйелінің арқасында болады. Қайраттың шалқып жүргені тек менің емес, Жұлдызымның да еңбегі. Менің Жұлдызымдай келін сіздерге де бұйырсыншы, деп жазды Айдарбекова парақшасында. Ал қадірлі көрермендер, Гүлзира Айдарбекованың келіні Жұлдызға деген жылы сөзі тек бір ананың келініне деген алғысы емес, нағыз қазақи тәрбиемен отбасы мәдениетінің айғағы сияқты көрінді ма сіздерге де? Жұлдыздың отбасына келін емес, қыз болып сіңіп кеткені, бұл оның жүрегінің тазалығын, кішіпейілдігін, отбасына деген құрметін көрсетеді. Гүлзира ханымның жылына бір-екі рет қатты сөйлеп алам деп, бірақ кешірім сұрағанда жүрегім езіліп кетеді дегені шынайы енемен келін арасындағы тығыз, терең қарым-қатынасты сипаттайды. Бұл екеуінің арасында тек міндет емес, махаббат пен сыйластық бар екені байқалады. Жұлдыздың тек келін ғана емес, ана, жар, дос, сырлас бола алғаны үлкен еңбек қой әрине. Кейбіреулер үшін оңай көрінуі мүмкін. Қайраттың өнер жолында емін-еркін жүруіне мүмкіндік жасап отырған Жұлдыздың еңбегі расымен де елеулі. Айдарбекованың сөзінен көрініп тұрғаны, жақсы келін тек өзін ғана емес, бүтін бір әулеттің бағы берекесі бола алғаны дейді. Осындай жылы сөздерден кейін әрине Жұлдыздай келін бізге де бұйырсын деп тілемеуге болмайтын сияқты. Қадірлі көрермендер, аман болыңыздар. Жалпы менің пікірім осылай.